кіретін қақпа, былай айтқанда. Менің туған жерім, мектепке барған жерім, еңбек жолын бастаған жерім осы Поршевшин қаласы. 54 жылы 2 январда туып, 70 жылы Жетібай селосына көшіп кеттік осы жерге. Әлі көшесі. Қораның ортасына киіз төсек болып шай ішетін бесей. Мына жерде мәшін көретін есік бар, мына аудартқан ғой. Мына бақым тұрған алды. Бақым алды салып, балдарым өсіп қайды. Қазір көрсем ғой, бұрын мұны құдық сармайды мынаған сап қоямын, жерден шығатын құдық қой. Шелекке салып, сүттер ішіне сап қойсын, қарамыздай болып тұрады. Сосын осы жерден шығамыз да, мынау тау киік бача дейтін ойнап тұрған, ойнайтын жеріміз. Мына жағы кинотеатр. Мынау кинотеатр Заря дейтін киноға жетіп барамыз дейді. 10-15 деген. Мына киік бачаның басына шығып, порттың бәрін қарап отыратын еді оны. Бұрын киік бача дейтін еді, қазір Досан Батыр болды ғой, Иса мен Досан Батыр. Екеуін қойды, ана жерде 4 темірден соғылған. 1848 жылы князьдің қайтыс болған белгісіне қойған киік бача бар еді. Майда дем пионер дейді. Соған балдарымыз киноға деп 15 тиын, 20 тиыннан әке-шешелеріме алған ақшамызды біріктіріп, дүкеннен консерв аламыз, аламыз, ана-мұны тамақтар алып, лимонад алып, мына киік бачаның басына шығып, әңгіме айтып, қаланың үстінен қарап отыратын едік. Son bir gün жаңағы копченый tilki var, соны жеп, оны баламыз әңгіме айтып отыр. Енді кеші келсек, бәріміздің аузымыз, жағымыз ауырып қойды, қорқып кеттік. Оказывается, жаңағы сағыз сияқты копченый балық шайнай бергенге жағымыз ауырып қалған ғой. Соған ертесіне күліп, бәріміздің келкі жеп жағымыз ауырғанға. Сондай балықтар өтті ғой енді. Мынау киік бача көбірек ойнайтын жеріміз еді. Не ойнай кетсең, бүкіл порттың үстіне бәрін қарап отырасың. Қай ауылда футбол болып жатыр, қай ауылда той болып жатыр. Ең биік жер, ауа таза жер. Көп ойнап өскен жеріміз енді. Батырдың белгісін қойды ғой. Мына жерде Терес дейтін контор болды, ең бірінші. Мына жерде ескерткіштің орнында нән ақ үй болды ұзын. Мына Кімменгер Терестің ең бірінші контор осы жерде болды. 60-61 жылдары екен біз ойнап жүрген кезде ол көшіп кеткен бос здание еді. Осының ішінде жасырынбай ойнайтынбыз. Мынаның асты түгел таза бар еді, тастан қойылған. Қазір жаңа ғасыр, жаңа заман бәрі өзгеше өзгерді. Дүкенмен қалды. Мына жерде кітап дүкені еді, ар жағы столовый еді. Мынау сүт магазин еді. Осы айта берсең қызық көп, әңгіменің керісі жоқ. 1970 жылы мынаның басына Ленинді қойды. Лениннің 100 жылдығына. Оны мына жерде гостиницаның үстінен прожектор жағып, түнде свет жағып қойды Ленинге. Мына жерде гостиница болды, шағын. Сол кезде соның үстіне свет жағып, басындағы Ленин. Оның мына берсін келе Ленинді алып, орнына Батырды қойды өзіміздің. Мына көшкі дейтін осы. Бұл кадет корпусы ғой, негізінде баяғы ертеректе орыстардың әбісерлерін оқыды. Сержантский школ сияқты. Школ біздің мектепте оқып жүрген кезде осында бізде жаңағы фотоаппараттан кружок, домбыраның кружогы, радиолюбительдің кружогы, автомоделизмнің кружогы, пионер несі жаңағы мектеп сияқты сондай мектеп болды. Осында бастауыш класс болды да, артынан бұны тек қана киріп мектеп құлап қалған жер. Ана көшкөрдің мына ненің дүңкілтірдің аржандағы. Ашық тұрған жер сол. Киріп мектебі болды. Мына көшкөрді қосымша, мына
Ana taxtasida yozilib turgan шығар. Kadet korpusu. Orыстардың жаңағы өздерінің содан қалған ғой. Ол дейтін ең бірінші мына артында мынау 60 келеді артында сен артында. Қырғыз училищесі 1909 салынған. Қырғыз орыс училищесі қорған. Баяғыда, мында жаңа көбі келеді соға. Өтіп келіп жатыр. Алматыдан келіп жатыр. Қазақ sonra ашық ішінде да. Fotoapparatdan ko'rib o'tsa o'zim o'qamiz. Mana yerda avtomobilizm degan ko'rib universitet. Universitetlarda zavodga ikkinchi tur muzeyga aylanib. Bunu o'qigan yerimiz bozorda ko'rib